Сәлем достар, менің есімім Салтанат. Бүгін сіздермен бірге баунти печенье дайындайтын боламыз. Үйде жасап көріңіздер, өте дәмді әрі тез жасалынады. Ыдысымызға 500 грамдай ұнымызды салып аламыз. Үстіне бір үлкен қасықпен қант, бір қасық разрыхитель 10 грамдай жақсылап тұрып ұнмен араластырып аламыз. Енді үстіне 150 грамм сармайымыз салып, барлығын араластырамыз. Ұнтақ болғанша араластырамыз. Сары майымыз ұнға толық араласып кетті. Енді 2 жұмыртқамызды саламыз. Үстіне 20 грамм қаймақ саламыз. Барлығын араластырып, қамыр илейтін боламыз. Ал міне қамырымыз дайын болды. Енді кішкене жақсылап тұрып илеп, холодильникке 1 сағатқа қоятын боламыз. Арадан уақыт өтті, холодильниктен қамырымызды алдық, қатып қалған. Енді бұны жайып алатын боламыз. Қалыңдығы 1 сантиметрдей етіп жайып аламыз. Ал тестамызды жайып болдық. Дәл осындай, мынандай таза, нови, әлі қолданылмаған торбаны үйден тауып алдым. Пластикли торба. Осымен қамырларымызды жақсылап жуып кесіп алдым. Дәл осындай көлемде. Үйлеріңізде қалаған пияла сондаймен кесіп алуларыңызға болады. Енді қалаған вареньеларыңызды үстіне салып шығуға болады. Бір кішкентай қасықпен. Бірақ қою варенье болу керек, ағып кетпеу үшін мен 2 түрлі вареньеден қолдандым. Мынау өрік, шапталы варенье. Ал міне екінші вареньем қара өріктен. Бұл өте сұйық екен. Негізі сұйық варенье қолдануға болмайды екен, ағып кетеді достар. Байқаңыздар. Енді дәл видеодағыдай етіп, қамырды жақсылап бір-біріне жақсылап тұрып жабамыз. Өйткені вареньелер ағып кетпесін. Дәл видеодағыдай етіп, жақсылап жауып, кішкене бұлай қисайтып қоямыз. Дәл банандар сияқты.
Ал енді печеньеларды 200 градуста 35 минутқа пісіріп алатын боламыз. Ал міне печеньеларымыз пісіп шықты. Қара өрік салынған сұйық вареньелеріміз міне дәл видеода ақып кетті. Печеньеларымызды суытып алдық. Кокосовый строчка. Сгущенкамызды печеньемізге жағып, кокосовый стружкаға бір-екі рет аунатып аламыз. Ал міне печеньеларымыз дайын. Дәл осылай барлығын әрлейтін боламыз. Ал достар, менімен бірге видеоны толық көргендеріңіз үшін рахмет. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, колокольчикті басып кетіңіздер. Келесіде жаңа видео салғанда біріншілерден болып көретін боласыздар. Ұнап жатса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға рахмет. Ал міне печеньеларымыз дайын, өте жұмсақ, дәмді, үйде жасап көріңіздер. Балаларға қатты ұнайды. Міне ішінде жаңағы өрік вареньесі бар. Печенье жасап көріңіздер. Өзім ішінде салмасы бар печеньеларды қатты жақсы көремін. Барлық печеньелардың ішіне салмасын міндетті түрде саламын мен.